Мұғалім болашақтың сәулетшісі. Әрбір шәкірттің жүрегіне жол табу, оның бойындағы қабілетті ашу, үлкен жауапкершілік пен ерекше ықыласты талап ететін іс. Мен бастауыш сынып мұғалімімін. Бастауыш сынып білім негізі қаланатын маңызды кезең. Бұл кезеңде бала тек оқып жаза білуді ғана емес, сонымен қатар тәртіпке, еңбексүйгіштікке, мейірімділікке, жауапкершілікке тәрбиеленеді. Сол себепті мен әр сабағымда біліммен қатар тәрбие беру мақсатын басты назарда ұстаймын. Оқушыны құрметтеп, оны тыңдай білу менің басты қағидам. Ұстаздық жолдың түрлі белестері бар. Бастауыш сынып пәні мұғалімі мамандығына ие болған күні-ақ, алдымдағы шәкірттерімнің шам-шырағын қалай жақсам екен деген ой менің көкейімде тұрды. Артта қалған 12 жылдық тәжірибеме көз жүгіртсем, түрлі кезеңдерден өтіппін. Әр оқушының бойына адами құндылық пен қазақы болмыстың өзегін білім арқылы беру бала тәрбиесіндегі менің басты қағидам. Олай болса, ұстаздық жолымдағы бала тәрбиесіне қосқан елеулі үлесіме сараптама жасап көрейін. Біріншіден, алдыма келген әр баланың бойындағы қабілетін ашуға, ұлттық құндылықты егеруге үлкен жауапкершілікпен қарайтын педагогтердің бірімін. Неге десеңіз, бастауыш сыныпта ұстазы баланы мәдениетке үйретсе, өзіне деген сенімділігін қалыптастырса, оқушының ішкі рухани тірегі нығая түседі. Осы ойымның дәлелі ретінде оқушыларымның жетістіктерімен мақтана аламын. Оқушыларым облыстық, қалалық сайыстардың жүлдегерлері. Ақын Тыныштықбек Әбдікәкімұлының 70 жылдық мерейтойына орай 5 маусым жұпары атты облыстық әдеби сазды кеште ақынның балалық шағына көрініс көрсетуге оқушыларым таңдалды. Дастан қызы Аяру ақынның немересінің рөлін сомдаса, Насыпханов Мадияр ақынның балалық шағын сомдау, сахна мәдениетін әдемі жеткізе білді. Облыстық семинарда Бекен Жамақаевтың «Махаббат вальсі» биін сынып оқушылары толық билеп, өздерінің өнерлерін ортаға паш етті. Мектепшілік мәнерлеп оқу сайысында оқушым топтан оза шауып, қалалық сахнада бой көрсетіп жүрген дарынды оқушыларым да бар. Оқушыларым облыстық педагогикалық кеңесте Абай Құнанбайұлының әндерін әдемі шырқай біледі. Түрлі облыстық семинарларда оқушыларым ән, би, мәнерлеп оқу арқылы сахнаға шығып жүр. 9 айға 9 іс-шара тұжырымдамасы негізінде асық ату челленджіне сыныбым қатысып, 1-ші орын иеленді. Үшіншіден, өнер мен құндылықты бойына сіңірген бала сөз жоқ, білім мен ғылымның биігіне шығары даусыз. Мектеп бойынша сыныбымның 90% білім сапасына ие болуы үздіксіз талап пен еңбектің арқасы деп білемін. Осы орайда қалалық жаратылыстану пәні олимпиадасында оқушым 3-ші орынға ие болды. Оқушыларым ғылыми жоба қорғауға келгенде де құр алақан емес. 3 жыл қатарынан зерде қалалық зерттеу жұмыстарына қатысып, жүлделі орындарға ие болып келеміз. Оқушыны тәрбиелей жүре, ұстаздың да өзінің өсу жолы қалыптасады екен. Қалалық, облыстық семинарда тәжірибе таратып, түрлі алғыс хат, грамотаға ие болып жатсам, шәкірттеріме риясыз көңілмен берген тәрбиемнің қарымтасы деп балаша қуанамын.